Жоқ, жан баласын жуытпай, күзет қойып, тауда айналдыра қоршап тастау, меніңше бұл барып тұрған бассыздық. Менің депутат сауалым премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғаринға, бас прокурор Берік Асыловқа бағытталады. Тау, бұл жаратылыстың жарты бөлшегі дейміз, бірақ ел аман, жұрт тынышта, тау тасты қонышына тығып, бір таудың өзін меншіктеп алыпты деген естідіңіздер ме? Ендеше айтайын, мына Үшқоңыр деген таудың барын бәріңіз білесіздер. Тұмса табиғаты керемет, талайлардың кіндік қаны тамып, тірлігіне арқау болған сол тау бүгінді сай-сала қырат жоталарымен бірге бір азаматтардың ғана жеке меншігінде. Алматы облысындағы Үшқоңыр үстіртіне барар жолды басынан аяғына дейін кәдімгі қаруланған топ күзетеді. Жол жоқ емес, бар, бірақ жабық. Көзімен көріп, сол таудың етегінде елмен тілдескен соң депутаттық сауалға арқау болып отыр. Бірінші, бұл Үшқоңыр Іле Алатау паркіне қарайтындықтан, ол аумақты енді ұлттық парктың күзетшілер күзету керек қой, қарапайым логика. Әлде бұл тау Дүние Агро компаниясына атасынан мұра болып қалған ба? Ана резиденция кәдімгі қыратқа кіреберістен ары қарай 8 километр жерде орналасқан, таудың ортасына. Сол аймақты ғана қоршап, шлагбаум қойса мен түсінем. Жоқ, жан баласын жуытпай, күзет қойып, тауда айналдыра қоршап тастау, меніңше бұл барып тұрған бассыздық. Қарасай ауданының тұрғындары өз жеріне өз малдарын жай алмай, пұшайман күйде отыр. Біз Аманат партиясы жайылым тапшылығын шешу үшін арнайы жер аманаты комиссиясының тікелей араласуымен республика бойынша 9 миллион гектардан астам жер қайтарсақ, айтайын деген, оның осы аймақтан 1400 гектары ел игілігіне берілді. Сөйсек онымыз бекер екен, аманаттық ағайын. Жұртқа қажет жайылым жердің бәрі жаңағы қоршауда қалып қойған. Осылайша жұрттың өз жеріне кірмек түгілі жаңағы қарулы бекеттен өтуге дәті жетпей отыр. Анығы Дүние Агро жауапкершілік шектеулі серіктестігіне 2004 жылы Үшқоңыр үстіртінде орналасқан 100 гектар жерге меншік құқығы заңсыз берілген. Өйткені заң талаптары бойынша арнайы мақсаттағы жерлерді заңды тұлғалардың жекешелеп алуына құқы жоқ. Тіпті оны бөлуге де келмейді. Бұл нормаларды жергілікті прокуратура жақсы біледі. Бірақ жердің заңсыз берілу фактісі бойынша прокуратураның талаптарын сот қанағаттандырмай тастаған. Сорақысы да сол болып тұр. Сонда Қазақстан Республикасының заңына шекесінен қарайтын бұл не қылған шектен шығу деген халықтың базынасына біз қалай жауап береміз? Бұдан басқа Үшқоңыр үстіртіндегі Стип Агромид, Брейдинг компания сияқты 2-3 компания 13.597 гектар жерді әлі күнге дейін мақсатсыз пайдаланып отырған анықталды. Шұғыл қайтару керек. Алайда алпауыттармен алысуға сол жергілікті әкімдік, аудан прокурорларының пәрмені жетпей, тағы да дәрмені құрыма деген күдікте жоқ емес менде. Сондықтан Алматы облысының Қарасай ауданында болып жатқан заңсыздықтарға бас прокуратура және үкімет шұғыл назар аударып, арнайы комиссия құрып, жоғарыда мен келтірген мәселелерге тиісті құқықтық баға беруі тиіс деп есептеймін. Президенттің ел игілігіне қайтарылу қажет, жайылымдық жерлер бойынша тапсырмасын нақты орындауымыз қажет. Құрметпен, Аманат фракциясының мүшелері.